Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Бүгін біз сіздер үшін тағы да тамаша футбол ақпараттарын дайындадық. Андатпасы назарларыңызда. Килиан Мбаппеге Реал Мадрид қандай шарт қойды? Барселона деген клуб жоғалып кетеді ма? Микель Артета Реал Мадридқа не деп жауап берді? Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға тіркеліп қойсаңыздар қуанышты болар едік. Себебі біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаруға тырысамыз, достар. Парис Сен-Жермендегі бапкердің де, ойыншылардың да жағдайы қазір мәз емес. Чемпиондар лигасынан ұшып кеткеннен кейін Кристоф Галтье Бавариямен болған ойыннан кейін сұхбат берген екен, неге жеңілгенін айтқан екен, және де ол жерде бір ғана сылтау дейміз ба, қалай дейміз, ақталу дейміз ба. Жалпы ПСЖ Баварияға әлсіз болып барды. Енді шынымен де бір шетінен солай болды. Әлсіздік танытты, құрам нашар болды. Одан бөлек оның бірінші ойында да, алғашқы Бавариямен ойында да Мбаппе алғашқы минуттан бастап шыққан жоқ дегенде сылтауларды айтты. Анан айтты, мынан айтты. Енді жалпы айтады, қазақ жеңілгеннің сөзі құрсын дейді. Сондықтан да енді Кристоф Галтьенің дәл осы жерде сөзі құрсын дейсауға біздің толықтай қақымыз бар шығар. Жалпы Парис Сен-Жерменнің жағдайы жақсармай келе жатқанына бірнеше маусым болды. Енді олар бапкерсіз де Францияның лигасын ала алатын команда ғой негізінде. Францияның қарсыластарының құрамына қарап ПСЖ-ға қарайтын болсаң, енді дәл сондай ой келуі әбден мүмкін. Ал енді Кристоф Галтье кетеді ма, кетпейді ма деген сұраққа Кристоф Галтьенің өзі жауап берді. Мен дәл қазір кетемін деген ойым жоқ. Бірақ та енді басшылар қандай шешім қабылдайтыны белгісіз. Мен Парис Сен-Жермен үшін барымды салуға тырысамын деген екен Кристоф Галтье. Ал енді Мбаппе жайлы әңгімелесейік. Мбаппеге де айналайын-ау алтын доп керек қой, енді жақсы клубқа бару керек, чемпиондар лигасын ұту керек. Мбаппенің өзі жас болса да бәрі бар Мбаппеде. Чемпиондар лигасы жоқ. Және де чемпиондар лигасын ұтатын команда қай команда? Ол Реал Мадрид. Ең көп ұтқан команда. Реал Мадридқа бару мүмкіндігі бар қайтадан Мбаппенің. Және де Мбаппені кешіруге де дайын екен Реал Мадрид. Ал бірақта бір ғана шарттары бар. Мбаппе осыдан бір жыл бұрын жасаған қателігі үшін, Реал Мадридқа барамын деп бармай қалғаны үшін, өзінің әлеуметтік желілерінде жанкүйерлердің алдында, халықтың алдында Реал Мадридтан кешірім сұрауы керек. Және де осылай кешірім сұраса, Реал Мадрид кешіріп, Мбаппені қатарларына қосуға дайын дейді испаниялық басылым AS басылымы. Барселонаның басынан бағыт аяйын деп тұрмақ. Қалай? Жалпы Испанияның прокуратурасы мықтап тұрып, жақсылап тұрып, Барселонаны тексеруге кіріскен екен. Осының алдында айтқандай, Испанияның жалпы төрешілерінің бастығы Негрейраға 7 миллион 300 евродай ақша берген. Яғни төрешіні сатып алған бір жылдары деген ақпараттар шығып жатыр. Енді сол нақты расталып жатыр, аударылған счеттары шығып жатыр. Ал енді Барселонада айтып жатыр, біз бергеніміз рас, берген жоқпыз деп тұрған жоқпыз, бердік, бірақ та біз консультация алдық, сабақ алдық төрешілерден. Оларды сатып алған жоқпыз, алаңда оларды ешқандай да қолданған жоқпыз біз. Турнирдағы жалпы сол судьялардың, төрешілердің Барселонаға деген көзқарасын көріңіздер, тексеріңіздер. Біз ештеңеден қорықпаймыз деп отыр, бірақ та Барселона. Ал испаниялық прокуратура қорқасың бала, қорқасың деп отыр. Мәселеңді майшаммен қараймыз деп отыр Испания прокуратурасы. Ал енді егерде бұл нәрселер анықталатын болса, шынымен де Барселона төрешілерді сатып алған жағдайда УЕФАның өзі қазір шешімдер қабылдап жатыр. Барселона жайлы, Барселонаны чемпиондар лигасына қатыстырмау жайлы шешімдер қабылдап жатыр. Егер сондай жағдай болатын болса, ол чемпиондар лигасына қатыспай қалу былай тұрсын. Егер де бұл нәрселер анықталатын, шындық болатын болса, секундаға бірақ кетеді Барселона. Жалпы Барселона деген клуб жоғалып кетуі де әбден мүмкін ғой, енді осының бәрі істелетін болса. Сондықтан да бұның бәрі қате болып шықсын. Европаның бір топ клубы жоғалып кетпесе екен деген бізде тілек қана. Бірақ та жасаған нәрсені мойынмен көтеру керек. Егерде рас болатын болса, жазасын тартады Барселона.
Енді Реал Мадрид жайлы әңгімелессек те болады. Негізінде Реал Мадридтің жағдайы жақсы, бірақ та бапкерді ауыстыру керек деп жатыр. Неге екенін? Реал Мадрид Чемпиондар лигасында алдынан шыққанның бәрін қырады. Ла Лигада да жағдайлары жаман емес, бас жүлдеге таласуға әлі мүмкіндіктері бар. Бірақ та Анчелотти Реал Мадридтан кетеді деген ақпараттар одан да басым. Жалпы Анчелотти енді Бразилия ұлттық құрамасы Зидан екеуінің арасында қазір таңдау жүргізіп жатыр. Жалпы Анчелоттидің ойынын көру үшін, Реал Мадридтің ойынын көру үшін Бразилияның футбол федерациясының адамдары келіп Реал Мадридтің ойынын қарап жүр дегенде ақпараттар бар. Марка басылымының айтуынша, енді Анчелоттидің орнын кім басады? Әлбетте Микель Артета деген ақпараттар көп еді, бірақ та Микель Артета нүктесін қойды. Мен ешқайда бармаймын, маған Арсенал ұнайды. Мен Арсеналда бақыттымын, және де Арсеналды ары қарай дамытып, Арсеналмен жұмыс жасағым келеді деді Микель Артета. Бұл әңгіменің нүктесін қойып тастады. Енді кім бар? Енді әлбетте Томас Тухель бар. Томас Тухель осы Реал Мадридқа келетін сияқты. Ойын жүйесі де бәрі келеді. Ал енді соңғы ақпараттарға сүйенетін болсақ, Томас Тухель Испания тілін үйреніп жатыр дегенде жаңалықтар бар. Енді Томас Тухель келетін болса, Реал Мадрид одан ары қарай жанданатынына сенімдімін. Ал Тухель келсе, Реал Мадрид сенімді қолда деп айта беруге болады. Ал достар, Алтын доп арнасының сіздер үшін арнайы әзірлеген футбол ақпараттары осындай. Ұнаса лайктарыңызды басып, бүгінгі жаңалықтарға қатысты ой пікірлеріңізді комментарияға жаза отырыңыздар. Ең бастысы, бізбен бірге болыңыздар достар. Біз жиі футбол ақпараттарын шығаруға тырысамыз.